видеоның тақырыбы алтын асық. Баяғыда Дастан деген бала өмір сүріпті. Жасынан кедейліктің, тоқметтің тартқан ол бір байға жалдарып күннің көріпті. Қыс түсе байдың қорасын тазалап, оттың жарып суын әкеліпті. Жаз шықса қойын бағыпты. Бай ол бағып келген қойды күнде санап түгендеп отырады екен. Бірде кешкілік мал алуға келген кезде бай әдетінше санап шығып, бір қойдың жоқ екенін айтады. Сөйтіп Дастанға дұрыс бақпадым деп ұрсып, сабап оны үйіне қуып жібереді. Барар жер басар тауы жоқ. Дастан қайда барар білмей, басы ауған жаққа қаңғып келе жатады. Бір кезде алдынан үңгір кезігеді. Үңгірдің түбінен жылтылдаған жарық көрінеді. Ол жақындап келіп қараса, жарқырап жатқан асық екен. Бірақ ол жай ғана асық емес, алтын асық болып шығады. Дастан асықты қолына алса, ол адамша тілі қатады. Мен сенің барлық тілегіңді орындадым, бірақ сен мені ешкімге көрсетпе, және мен туралы ешкімге сөзі шығарма. Сол кезде Дастан, ендеше мен байдың бір қойын жоғалтып алдым, соны тауып берші дейді. Сонда асық қойдың байдың өзі сойып жеп қойғанын, оны ақымақ көріп қуып жібергенін айтады. Дастан оны естіп жылап қоя береді. Сен неге жылап отырсың деп сұрайды асық. Дастан өзінің кедей екенін, ешқашан тойып тамақ ішпегенінің, басында баспанасы жоқтығын айтып, мұнын шағады. Алтын асық қолма-қол үлкен үй тұрғызып, алдынан неше түрлі дәм қояды. Дастан үйге кіріп, жылынып тамаққа тойып алады. Содан бастап Дастан алтын асығының арқасынан кедейліктен құтылып